банктерді реттеуді жетілдіру және корпоративтік басқару сапасын артыру жөніндегі шаралар көзделген. Ол үшін тәуелсіз директорлар институты көшейту жоспарланып отыр. Бұл ретте директорлар кеңсесінде болудың ең ұзақ мерзімі 9 жылға дейін шектеледі. Аталған шара мүдделер қақтығысының болдырмауға және клиенттер мен инвесторлардың мүдделерін үшін банктердің қызметіне бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында қолданылатын өлшем шарттарды ескере отырып, банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізбесі кеңейтіледі. Сонымен қатар, тәуекел менеджмент, ішкі аудит және комплайнс сияқты негізгі бөлімшелерінің басшыларына қойылатын талаптар күшейтіледі. Бұдан басқа, уәжді пайымдау тегін қолдану кеңейтіледі. Бұл қадағалаудың икемді және тиімді етеді. Өндіріп алған мүлік банк томының балансында бұғаттылып қалмауға тиіс. Сондай-ақ, активтерді экономикалық айналымға қайтаруды жеделдету үшін өндіріп алынған мүліктің банктік тобының балансында болуының ең жоғары мерзімі 3 жылға дейін шектеуге енгізіледі. Бұл банктердің ресурстарды пайдалану тиімділігін арттырады және өтімді емес активтердің жинақталуына байланысты тәуекелді азайтады.